5, 4, 3, 2, 1, go. Бүгін бізде жоспардан тыс тікелей эфир. Ассаламағалейкум, сіздермен бай бақты қуатты тұлғалардың рухани ұстазы Алмас Ақын. Қалайсыздар? Қайырлы кеш. Мен сіздермен қазір бір өте маңызды тақырыпты қозғамақшымын. Құдай қаласа 40 минуттың көлемінде маңызды тақырыпты сіздермен сөйлескім келіп отыр. Ішкі меніңді қабылдау деп аталатын тақырып. Міндетті түрде өздеріңіздің инсайттарыңызбен қазір бөлісіп отырыңыздар. Және де осы тікелей эфирмен скриншот жасап, кейін эфир біткен кезде өзіңіздің әсерлеріңізбен сториске мені белгілеп бөлісіңіздер міндетті түрде. Қазір мені әдемі түрімді, сөйлеп атқан түрімді скриншот жасап, дайындап қойыңыз телефоныңызға. Дауыс қалай шығып жатыр, бақылап, байқап жіберіңіздер. Бір мен оның арасында қалай? Бүгін айттың 3-ші күні құтты болсын. Айттарыңызбен айтпақшы. Кім айттады? Қанша үйге айттадыңыздар? Мен где-то 48 мың адамның үйіне айттап шықтым. Деп қояды дейді. Яғни инстаграм ғой сол біздің айттайтын жеріміз. Қазір де айттап атырмыз сіздермен. Бүгін қанша адам қосылатынын көрейік біздің айттық сабағымызға. Окей. Бүгінгі қазір 30 минуттың көлемінде мен сіздерге кәдімгідей сабақ өтемін, дәріс өтемін. Бұл дәрісті бүгін менторлық сабақты өттім. Мини-менторлық сабақ болды. Әрі айттап бардық біздің экс-кураторымыздың үйіне. Гүлназ ханым бармысыз? Сөйтіп сол жерде менторлық сабақ өткізген болатынмын кураторларға. Енді сол менторлық сабақтан қысқаша үзінді болады. Бірақ медитация болмайды. Медитация тек ол сабақтарда болады. Сонымен өзіңді қабылдау. Көп жағдайда біз өзгелерді қабылдай алмай жатамыз. Әйелімізді, немесе күйеуімізді, енеміз бар, әйтеуір қайын жұрт бар, өз жұртында бар, нағашы жұртың бар, тіпті бір құрсақтан туылған бауырыңды қабылдамай жатасың. Кейде көршіңді, кейде қоршаған ортаны, кейде қаланы, кейде ауылды, кейде орысты, кейде қырғызды, кейде қазақты, әйтеуір біреуді әйтеуір қабылдамай жүреміз. Сіз ойланып көрдіңіз бе, не үшін мен қабылдағым келсе де, бірақ қабылдай алмаймын? Оның себебі бар. Оның себебі ол ең алдымен өзіңді қабылдай алмаудан шығады екен. Неге біз өзімізді қабылдай алмаймыз? Не себептен біз өзімізге келген кезде қорқамыз? Өзімізге мәселе тірелген кезде итереміз. Кейінге итереміз. Ертеңге итереміз. Өзімізге келген кезде сұрақ. Мен кіммін? Мен не істеп жүрмін? Маған не үшін керек деген сұрақтарды іздей бастаған кезде біз қашамыз. Немесе қашақтаймыз. Неге олай болады? Не үшін олай болады? Міне осы сұрақ сізде де мазалаған болса, өткен шақта немесе бүгінгі күндері, онда осы эфир дәл сізге арналады. Эфир барысында, Құдай қаласа, осы сабақ барысында мен сіздерге осы сұрақтың негізгі себебін анықтап беруге тырысамын. Сондықтан, жандарым сол, барлық назарыңызды 30 минут осы менде ұстауға тырысыңыз. Бүгінгі сабақтың аудио форматы менің телеграм каналыма салынады, сол жақтан аудиосын тыңдасаңыз болады. Ал видеосын қайталап менің YouTube каналымнан көрсеңіз болады. Мүмкін YouTube'дан уже көріп жатқанда шығарсыз. Сондықтан YouTube каналыма тіркеліп қойыңыз.
Ал тікелей эфир барысында қатысып сұрақ қоятын болсаңыз, онда менің Instagram каналыма тіркеліп қойыңыз. Екеуінде Алмас Ақын деп қазақша жазып іздейсіздер. Болды. Окей? Келістік па? Келіссеңіздер, келістік деп жазып қойыңыздар. Енді қазір барлық фокусыңызды менің әрбір айтатқан сөзімнің мән мағынасына үңіліп отырыңыздар. Әдетте өзіңді қабылдамау процесі әрине ол кәртегенде 70 жаста, 60 жаста басталмайды. Ол жастық шақта басталады. Кішкентай кезімізден 4, 5, 6 жасар кезімізде бүлдіріп қоямыз, немесе бұзықтық жасап қоямыз. Сол кезде ең бірінші біздің әкеміз бен анамыздың айтатын сөздері. Ол өзіміз жайлы пікірді, алғашқы пікірді қалыптастыруға ықпал жасайтын маңызды субъект десек болады. Ол біздің әкеміз бен анамыз, одан кейін атамыз бен әжеміз, одан кейін балабақшадағы тәрбиеші, одан кейін мектептегі алғашқы ұстазымыз, одан кейін мұғалімдер, одан кейін оқытушылар арай кете береді. Бірақ ең алғашқы ол біздің әкеміз, анамыз, атамыз, әжеміз қалыптастырады. Мысалы, қабылдама процесі бұл бізге сыни көзқарас айтқан кезде, айттың баласы, сен осын жасамағанда мынау болмайтын еді, сен үйтпегенде бүйтпес едік деген секілді. Осы нәрселер, кінәлау, өкпе-ренішімізді білдіру, ашуымызды білдіру, баланың позициясында мен егер туылмағанда мынандай болмайтын еді, немесе атанама мен үлкен жүк болдым, мен кінәлімін, мен жаманмын, мен өзімді жек көремін. Сонда өзімізге қатысты пікірлер жалпы екіге бөлінеді. Жақсы, позитивті, жағымды, екіншісі негативті, жаман пікірлер болшы. Сол өзімізде іштегі менімізді жаймен үзіледі екен ғой, байланыс үзіле бастайды екен да. Сөйтіп біз сол іштегі менімізді, іштегі қалауымызды, ішкі жанымыздың сұранысын анау бір бұрышқа тығып тастаймыз, немесе шкафтың ішіне тығып қояды екенбіз. Анау бір сөздер бар, әр адамның шкафында өзінің бір скелеті болады дегенше. Осыдан шыққан дүние негізінде. Содан кейін біз не істейміз? Біз маска кие бастаймыз. Біз әкеміздің алдында, анамыздың алдында арнайы маскалеріміз болады. Ол маскалер бізді қорғау үшін, сыни пікірден, ұят болудан, кінәлаудан, өкпе-реніштен қорғау үшін біз маска кие бастаймыз. Әкеміздің алдына келген кезде басқа маска киеміз, анамыздың алдына басқа, мұғалімнің алдында басқа. Сөйтіп маска киюді үйренеді екенбіз. Ол маска бұл өзімізден қорғану, өзімізді тыңдаудан қорғау, өзімізді қабылдаудан қорғау екен. Сонда жалған мен пайда болады. Түсініңіз бе? Шынайы менімізді шкафқа тығып қоямыз, ал сөйтіп біз маскалерді тағып жүріп, сайқымазақ боламыз шын мәнінде, сөйтіп жалған мен пайда болады бізде. Енді ары қарай қызықтың көкесі енді басталады. Сонымен біз автомат түрде өзімізді сол сәттен бастап бөлшектеп қабылдамаймыз. Неге қабылдамаймыз? Өйткені іштегі менді біз көбінесе негативті пікірлерді ести бастадық. Ал негативті пікір мен жайлы, ол маған ұнамайды ғой. Содан кейін мен не істеймін, оны тығып тастаймын да, сөйтіп әкемнің, анамның, немесе ана кісінің, сіздің көңіліңізден шығатын маскалерді кие бастаймын. Содан бастап бұл адам жаңа жақсы өмірді де қабылдамайды екен.
Неге? Өйткені мен оған лайықты емеспін. Сәйкесінше оған ол рұқсат бере алмайды екен. Сол жақсы оңай жеңіл өмірге. Одан кейін, егер ол адам жақсы құндылықтарға, жақсы өмірге рұқсат бермегеннен кейін, сәйкесінше оған Құдайдың беріп атқан ырзық несібесін өзі бекіте бастайды, өзі блокқа қоя бастайды. Міне ақша блогы осы жерде пайда болады негізінде. Сөйтіп өзін ақшадан үлкен, көп ақшадан қорғауға кіріседі екен. Неге? Өйткені ол ойлайды, мен жақсы өмірге лайықты емеспін. Сонымен бірге осы жерде өзін қабылдамайды, сәйкесінше өзін қабылдамаған адамда іштей бір агрессия пайда болады, іштей бір өкініш, іштей бір өкпе реніштер пайда болады. Сөйтіп қасындағы адамдарға сол жаймен шыға бастайды. Өзіне ұқсайтын адамдарды кездестірген кезде ол сол адамдарға атылады ғой, арс етіп. Сырттай атылмаса да іштей атылып тұрады. Түсініңіз бе? Неге? Өйткені ол өзін шкафқа тығып тастады, өзін қабылдай алмай жатыр. Ақшамен проблема пайда болады, қарым-қатынаспен проблема пайда болады. Сонымен бірге осы жерде қарым-қатынасы дұрыс емес, ақша дұрыс болмай жатыр. Енді не пайда болады? Күйгелектік пайда болады. Күйгелектік бұл щепетильность. Болмайтын нәрсе үшін де ренжиді, өкпелейді, ашуланады. Енді бітейін деп отқан істі қойшы деп тастай салады. Одан кейін үрей пайда болады, және қорқыныш пайда болады. Содан кейін барып не пайда болады? Бұл адам маск киіп үйреніп қалған адам, ол ешқашан өзі үшін өмір сүре алмайды, толыққанды өзі үшін өмір сүре алмайды, және өзінің қалауын айта алмайды. Ол әрдайым өзге адамның қалауымен өмір сүріп қалған адам. Өзге адамның қалауынан шыға алмайды. Ол жақсы да емес, жаман да емес, ол жай ғана модель, сондай образ. Мүмкін біреуіңізде 50% бар, мүмкін біреуіңізде 20%, біреуіңізде 80% маска бар. Білмеймін оны. Оны өзіңіз есептеп көріңіз, өзіңіз сараптап көріңіз. Енді сол маскілер түбі неге алып келеді? Түбінде жалған мақсаттарды қоюға алып келеді. Яғни ол өзінің қалауынан тыс біреудің қалауын қоя бастаған кезде бірінші орынға автомат түрде жалған мақсаттарды жазады, жалған мақсаттарды жүзеге асыра бастайды. Ол оған жетеді, бірақ кайф ұстай алмайды, рахаттана алмайды. Бір күн, бір апта болуы мүмкін. Ел жұрттың бәрі, ха-ха-ха, құттықтаймыз, құтты болсын, қызыл диплом, молодец, күшті. Бір аптадан кейін все, жоқ ол. Қуанбайды да ол нәрсеге. Неге? Өйткені ол біреудің қуанышы арқылы қуануға тырысып жатыр. Сөйтіп өседі, араларыңызда да бар болуы мүмкін, сондай адамдар бар болса плюс қойып отырыңыздар. Қазір кімнің жүрегіне менің сөзім дәл түсіп жатыр? Менде осындай болды деп, немесе менде қазір осындай болып жатыр деп жазып отырыңыздар. Одан кейін не болады? Жаңағы жігіт немесе қыз өсіп жатыр. Ата-анасы үшін дипломды оқып қызылға бітіріп берді, апарып берді, көрімдіктерін алды, олар қуанды, сіз де қуандыңыз. Бір айға дейін созылды, содан кейін жұмысқа тұрдыңыз, хотя көп адамдар дипломмен, тура бітірген дипломмен тұрмайды жұмысқа. Бұл да айтпақшы соның белгісі. Кім өзінің дипломмен жұмыс жасаватқан жоқ? Мен деп жазыңызшы осы жерге. Кім диплом алдыңыз, дипломда қандай мамандық тұр? Қазір сол мамандықпен жұмыс жасаватқан жоқсыз. 60-70% адамдар вообще диплом ұмытып кеткен негізінде. Сонда бұл неден пайда болады, білесіз ба? Мұны тура осыдан пайда болады. Өйткені ол біреудің қалауымен, маскымен өмір сүріп жатыр. Сәйкесінше, ондай адамда бақытты сезіну процесі өте жай болады. Ол жай жетеді. Және бақыттан шығып кету оған оңай.
бақытты сезіну процесінен шығып кету ол адамға оңай, ал кіру қиын болады. Сөйтіп, ол адам өседі, өзінің қалауымен мамандықты бітірмеген, ол жаңа басқа субъектілерінің қалауын жүзеге асырды. Бір қызығы, осы адамдардың барлығы біреу үшін өмір сүріп жатыр да. И ұрпақтан ұрпаққа келе жатыр сол нәрсе да. Ұрпақтан ұрпаққа маска киіліп жатыр да. Одан кейін адам не істейді? Ақша табады. И сол ақшаны өзіне жұмсай алмайды да. 100 мың алады, 100 мыңның 80 мыңын ата-анасына жібереді, немесе тағы басқа бауырына жібереді. Не үшін? Солардың алдында абыройлы болу үшін. Міне менің балам ақша тауып жатыр, ата-анасына көмектесіп жатыр деген сөзді есту үшін. Кімде сондай болып жатыр? Жазып қойыңыз, менде деп. Менде деп жазыңыз онда. Айғайлаңыз, білмеймін енді. Содан кейін ол көбірек ақша таба бастайды, және көбірек ел жұртты жарылқай бастайды. Ата-анасын, бауырларын, туысқандарын, олардың тіпті кредиттерін, қарыздарын жаба бастайды. И бір күні осы күнге дейін абыройлы болып келген адам, рахмет, саған рахмет, сен болмағанда көмек кім тесетін еді бізге деген кісіде көбірек ақша талап ете бастайды. Егер сен менің одобрениемді алғың келсе, менің махаббатымды алғың келсе, менің мынау жалпы біздің мынау ортада болғың келсе, давай плати деньги деген секілді астармен жіберіп отырады. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз, сізде ақша болса, сіз жақсы адамсыз, ақшаңыз болмаса, сіз құныңыз жоқ. Бұл да сол маскамен өмір сүрудің бір белгілері. Яғни шынайы мен әлі шкафтың ішінде. Шынайы менге барайын десең қорқасың. Неге? Өйткені жасы шақтағы травмалар сізді жібермей тұр. Егер қазір мен шынайы менді тыңдай бастасам, ел жұрттар мені бұл болмайтын нәрсе, тыныш жүр, одан қайтам мынаны жаса деген секілді сыни пікірлер айтуы мүмкін. Ұқсас история дейді, өте дұрыс. Мамандығымды жақсы көрдім, менде солай болған, менде келісемін, мен ақша жұмсай алмаймын. Вот. Жақсы. Окей. Енді арғарай, жалғастыра. Енді не болады арғарай? Одан кейін ол адамда сұрақ туындайды. Мен не үшін келдім өз? Мен кіммін? Неге менің жолым болмайды? Неге мен жұмыстан рахаттана алмаймын? Неге мен өзіме ақша жұмсай алмаймын? Деп курстарға қатыса бастайды. Кітап оқи бастайды. Өзін тыңдауға тырысады. Бірақ болмайды, бәрібір де бір нәрсе жібермей тұр. Неге? Өйткені ол тағы да өзінің ішкі меніне жол таба алмай жатыр. Жол тапқысы кеп тұр, іштікі жан дүниесі соны қалап тұр, бірақ жол таба алмай жатыр. Кімде тура осындай жағдай болып жатыр? Жазыңыздар, менде деп қойыңыздар, менде тура осындай жағдай. Содан кейін ол адамда жалған мақсаттардың артын қуудан жалығады, шаршайды, сөйтіп еш нәрсеге желание болмайды. Айтыңыздар, кімде қазір желание жоқ вообще? Еш нәрсе жасағыңыз келмейді. Вроде бы тамақ бар, үйіңіз бар, күйіңіз бар, күйеуіңіз, әйеліңіз бар, бала-шағаңыз бар. Сырт көзге сіз ең жақсы, күшті отбасы, бақытты, қуанышты отбасы секілді көрінесіз, бірақ еш нәрсе жасағыңыз келмейді. Реально желание жоқ. Кімде сондай нәрсе? Кімде желание жоқ вообще өмір сүруге, или немесе бір мақсат қоюға, немесе бір нәрсе жеуге, ішуге, тағы басқа. Желание жоқ деп жазыңыз, егер желание жоқ болса. Содан кейін бұл адамда 3 түрлі жол болады. Бірінші жолы депрессияға түсіп кету. Просто жай әшейін деп біреулер пах-пах-пах етеді, біреулер дейді, біреулер қуады. Екінші жолы, яғни таңдайтын жолдардың біреуі, екіншісі ол
сол бұрынғы позициясын жоғалтпау үшін одан сайын жалған мақсаттар артын қуа бастайды. Сөйтіп мақсаттың артын қуа береді. Драйв керек маған, от керек маған. Ахаха, әхехе, go. Бірақ қайда баратқан өзі білмейді әйтеуір. Go. Үшінші жолы паузаға басу. Стоп. Қайда кетіп баратырмын мен? Тұра тұр. Мен кіммін? Мен не істеп жүрмін? Мен бойымда қандай қабілеттер бар? Мен кіммін жалпы? Мен не үшін келдім өмірге? Сөйтіп жаймен ішкі жан дүниесіне үңіледі. Ана шкафты ашады, қарайды, ішіне кіреді, қанша қорқынышты, қараңғы болса да кіреді, жаңа ішкі менін іздейді, табады, қолынан ұстайды, мойындайды, қабылдайды, құшақтайды. Содан кейін барып ол сол ішкі менін тыңдап, шынайы жан тыныштығына жетеді екен. Ол нәрсеге жеткізетін, мен білетін, өзім соған жеткен жол, ол медитация жолы. Медитация дегеніміз бұл адамның саналы түрде жүрегін тыңдау процесі. Жазбаңыздар, медитация дегеніміз бұл адамның саналы түрде жүрегін тыңдау процесі. Бұл медитация. Осы медитация арқылы адам жаймен ішкі меніне доступ алады. Ішкі менін мойындайды, плюс-минустермен. Оны қабылдайды және байланысты нығайтады. Байланысты нығайтқаннан кейін оны тыңдай алатын болады. Оны тыңдай алатын болғаннан кейін жаны тыныштық пайда болады жан дүниесінде. Сөйтіп жан дүниесінде тыныштық пайда болғанда ғана ол адам бақыттың дәмін сезіне бастайды. Әрбір сәтінен ләззат сезіне бастайды. Әрбір сәтті толыққанды сезіне бастайды екен. Түсіндіре алдым ба? Қалай болды бүгінгі сабақ? От болса оттың суретін жіберіңіз, шоқ болса шоқтың суретін жіберіңіз. Супер, өте қуаныштымын. Енді сіздерге сұрақ, кім осы медитацияны жасағысы келеді, үйренгісі келеді? Жасау қиын емес, оны үйрену керек ең алдымен. Сол ішкі меніңді мойындап қабылдауды үйрену керек. Кім қалайды соны? Кім соны қалайды, жазыңыздар. Бүгін ғана именно осы ішкі менді қабылдауға байланысты медитация жасаған болатынбыз. Сол медитацияны мен өзіміздің 20 күндік марафон курсына енгізген болатынмын. Сол курста алластар, Құдай қаласа, 20 күн марафон курсымыз 17 мамырда басталады. Сол курс барысында бірнеше медитациялар береміз. Бірінші сізді дайындаймыз алдымен. Оны сізге дәл қазір бере алсақ, сіз оны жасай алмайсыз. Неге? Өйткені сіздің санаңыз, сіздің ішкі жан дүниеңіз оған дайын емес, сіздің дүние танымыңыз оған дайын емес та. Сондықтан оған біз дайындаймыз. Сол дайындық процесінен өтесіз. Содан кейін барып сізге сол медитацияны береміз. Сол именно өзіңізді қабылдауға байланысты. Содан кейін барып сізде процесс басталады. Именно мойындау, қабылдау, тыңдау процесі басталады. Сол 2 айдан кейін барып 3-ші айда ғана сіз сезіне бастайсыз. Өзіңізді қабылдағаныңызды, ішкі меніңізбен байланыс орнатқанын түсіндіңіз ба? Көп адамдар ойлайды, бір күн маған керек, бір күннің ішінде мен бір супер-пупер техника беріңіз, мен соны жасаймын, и все, вау, супер, таңертең тұрған кезде, все, мен басқа адаммын, мен миллионермін, мен бақыттым, мен қуаныштымын, мен бүкіл әлемді бағындыратын Алланың жер бетіндегі орынбасарымын.
шыны керек ондай адам білмеймін бар ма жоқ па, бірақ мен ондай адамды кездестірген жоқпын. Бардың қатыстың ертесіне аха деп кететін. Жоқ, бұл жерде енді практика керек, достар. Практика. Дұрыс, жүйелі практика. Әрине ұстаз болу керек. Ұстазсыз адам ол фундаментсіз үй секілді. Қаңқасыз дене секілді. Дененің қаңқасы болмаса, дене өзіне өзі бітіп желіп қалады. Бізді денемізді жаңағыдай бітіп ұстап тұрған нәрсе ол біздің қаңқамыз. Айтпақшы, осы бүгінгі тақырыпқа байланысты екі фильм ұстам. Біріншісі Терминатор. Соңғы Терминаторды қараңыздар. Сол жерде жаңа бір робот бар. Ол робот екі заттан құралған. Біріншісі ол темірді, ол қаңқасы, және сыртқы мынау әртүрлі образға айнала беретін жаңағы металл. Ол сұйық металл және қатты металдан құралады да. Қатты металл ол біздің ішкі меніміз. Сұйық металл ол біздің сыртқы бейнеміз. Көп жерде біз сұйық металлды мән береміз да, ішкі қатты металға мән бермейміз. Қатты металл көп адамдарда жоқ, стержен жоқ. Содан кейін әртүрлі ақпараттық соғысқа бейімдей алмайды, және әртүрлі ақпараттың соққысынан нокаутқа кетіп жатады да. Неге? Өйткені тағы да қайталап айтамын, іште адамның тұғыры, мынау іргетасы, мықты іргетасын қаламаса, ол толыққанды тұлға боламайды екен. Сол Терминатор фильмін көріңіздер. Содан кейін екінші фильм Диснейдің фильмі. Дисней мен Пиксардың түсірген мультфильмі. Бұл Душа, жан деп аталады. Ол да биыл шыққан мультфильм. Соны көріңіздер. Осы екі фильм адамның ішкі жан дүниесінің, ішкі менінің мәнді екенін, және оны тыңдаудың маңызды екенін түсіндіреді. Қай бөлімі Терминатор фильмінің? Соңғы бөлімі, осы соңғысы есіме шығып тұр. Соңғы бөлімі қандай? Генезис па? Сүндет? Терминатордың соңғы фильмінің аты қандай еді? Темные судьбы деген. Ол 9-шы, я? 6-шы. Терминатор 6, темные судьбы. Биыл шықты, я ол? Былтыр ма? Биыл шықты ма, былтыр шықты ма? Өткен жылы. Былтыр шыққан екен. Душа да былтыр шықты, я? Жоқ, осы жыл шықты. Душа биыл шыққан, Терминатор 6 былтыр шыққан. Осыны көріңіздер, көрген болсаңыздар, тағы да қайталап көріңіздер, сонда супер болады. 2020 ғой. Әлде 19 ба? 20 былтыр шыққан сияқты. Сонда осы іштегі мынау не деуші еді, менің тұғырдың маңызды мәнді екенін түсінесіздер. Бүгінгі эфир ұнады ма? Скриншот жасадыңыз ба мені? Кім мені скриншот жасады? Міндетті түрде өзіңіздің Instagram сторисіңізге мені белгілеп айтыңыздар. Халқым менің, достар, бауырлар, алмасақынға тіркеліңдер. Бүгінгі тікелей эфирін көріңдер. Ішкі меніңді қабылдау жайлы супер шоқ эфир болды деп міндетті түрде бөлсіңіз. Окей? Бұл сіздің маған жасаған жақсылығыңыз болсын. Көбірек адам мені таныған сайын, көбірек менің шарапатым, жақсылығым теді оларға, сәйкесінше сізге де сауаптар барады. Сөйтіп бір-бірімізге қолдау жасайық. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деп осында айтылатын нәрсе. Ұстазым айтпақшы, сіздердің бақытты, бай қуатты болуларыңызға менде ат салысқым келеді. Мүмкін менің бір сөзім сіздің бір өмірлік ұстанымыңыздың жақсы жаққа өзгеруіне ықпал жасаса, ол
менің ұлы ұстаз болуыма бір қадам жақындауыма ықпал жасайды деп ойлаймын. Окей, енді араларыңызда мынау курс жайлы әлі ақпарат болмаса, мен сіздерге қазір қысқаша түсіндіріп өтейін. Именно медитация арқылы іштегі менді қалай қабылдауға болады. Бізде мына курс барысында адамдардың өзгерісі. Ұстаз, бұл қуанышпен, бұл өзгеріспен бөліспеске болмас. Бүгін туылған күніме енем алтын сырға тақты маған. Келін болып түскелі әлі бұндай жылы қабағын көрмеген едім. Осы марафонның арқасында енеме деген өкпе-реніш, сондай бір негативті ойларды жойған едім. Міне нәтижесі, енем де маған дұрыс қарап сыйлық беріп түсініп жүр. Бұл мен үшін бірінші дистанцияның ең керемет нәтижесінің бірі. Қуаныштымын, қатты қуаныштымын. Марафонға дейінде қазірде сол бір әр үйде болатын жағдайлар болады. Бірақ мен көзқарасымды, ойымды өзгерткеннен кейін өмірім жеңілдеп, сүйіншілерін алып бастадым. Сізге Алла разы болсын ұстазым деді. Бұл бірінші айда болған өзгерістер. Енді бұл кісінің мен мынау өзгерісін анализ жасап берейін сізге. Қараңыздар, бұл адам ең бірінші не істеген? Енесін кешірген, өкпе-реніштерін кешірген. Ал ол өкпе-ренішті кешіру үшін ол адамды бірінші мойындау керек, одан кейін қабылдау керек. Ал басқа адамды мойындап қабылдау үшін алдымен ол өзін мойындап қабылдау керек. Алдымен ол өзін ішкі жан дүниесімен өзіне деген өкпе-реніштерді босату керек. Сонда ғана ол өзге адамның өкпе-реніштерін босатылады екен. Міне, яғни бұл адам ішкі менімен жаймен байланыс орнатып жатыр деген сөз. Кім түсінді? Лайк басып қойыңыз. Түсінген болсаңыз лайк басып қойыңыз. Мына жерден фырр етіп шығады лайктарыңыз. Мен оны фырр етіп оқып аламын. Екінші тағы бір өзгеріспен бөліскім келіп отыр. Алмас ұстаз, бауырым амансыз ба дейді. Қазір мен бір жаққа баратын кезде немесе қандай да бір кішігірім мәселе туындаса да тура тұра қалып өзіме Алланың нұрын құйып аламын дейді. Сосын оны адам болсын, барар жерім болсын, шашып жүремін. Осы техника маған керемет әсер етуде. Кез келген жерде бәрі оңтайлы, жеңіл, тиімді деп дегеніме жеңіл жетудемін. Сіздің көптеген бізге беріп жатқан техникаларыңыз бойымызға қуат, жанымызға шуақ беруде. Алла сізге разы болсын, біліміңіздің берекетін көріңіз дейді. Бұны түсіндіріп өтейін. Қалай бұл кісі нұр шашу техникасын қолдану арқылы өмірін жеңілдетті. Шын мәнінде оны сізде жасай бересіз. Оны кез келген адам жасай береді. Курсқа қатыспай-ақ жасай бересіз. Бірақ мына адамда жүзеге асады, оңай жеңіл түрде жүзеге асады, а сізде ол қиын болуы мүмкін. Неге? Өйткені сізде күмән күдік бар. Сізде ішкі сенімділік жоқ. Айттым ғой жаңа, іште тұғыр болмаса, ішкі менімен байланысты орнатпасаң, мына техникаларды жасағаннан пайда жоқ бәрібір. Сондықтан да мен сіздерді алдымен дайындаймын. Сол техникаларды жасауға, соны сенімді жасауға. Түсініңіз ба? Мынау адам жер бетіндегі Алланың орынбасары ретінде сезіну керек алдымен. Соны қалай сезіну керек екенін үйретемін сіздерге. Күнде кішкентай дозадан беріп отырамын. И жаймен сіз соған бейімделе бастайсыз. Я, мен қожайынмын. Бұрын сіз, я, мен өмірімнің құрбанымын, тағдырымның құрбанымын деп өмір сүрген болсаңыз, жаймен сіз ол көзқарастан өзгеріп, мен қожайынмын өз өмірімнің, мен өз тағдырымның иесімін деген секілді позицияға ауысасыз, иншалла. Сөйтіп, өзіңіздің болашағыңызды өзіңіз таңдау жасайсыз да, қандай болған қалайсыз. Міне соны біз сізге медитация арқылы түйсікке программалауды үйретемін. Кәдімгідей компьютерді программалау деген мамандықтар бар ғой, кодтар арқылы программалайды. Со секілді сізде медитация арқылы түйсігіңізге жаңа программаларды енгізесіз. Мінеки, содан кейін ғана сізде тұғыр пайда болады, сенім пайда болады. Жасалған мына техникалар сізге пайдасын береді да. Міне, өзіңіз көріп отқаныңызда 2 адам, ал бізде күн сайын 20 адам, 20-60 адам осындай өзгерістермен бөлісіп отырады. Қазір бізде
шамамен 12 топ оқып жатыр. Шамамен 12 топ оқып жатыр. 12 топтан күнде қаншама инсайттар келеді ше. Соның бірі болуға шақырамын, иншалла. Келіңіз, қатысыңыз, өзгеріңіз. Өз өміріңнің қожайыны бол. Өз өмірінің миллионері бол. Өз өмірінің президенті бол. Өз өмірінің ораторы бол. Ол сенің қолынан келеді. Менің қолынан келген болса, сенің де қолынан келеді. 4000 адамның қолынан келген болса, сенің де қолынан келеді. Өйткені ол да бар екі көз, менде бар екі көз, сенде де бар екі көз. Мендегі бар ми, сізде де бар ми. Менде бар сана, сенде бар сана. Мендегі түйсік, сенде де сол түйсік. Тек қана не істеу керек? Практика керек. Дұрыс, жүйелі білім және дұрыс ұсынылған, сапталған практика. Міне сонда ғана сізде нәтижеңіздер болады. Түсіндіре алдым ба? Кім түсінді, түсіндім деп жазыңыздар. Кім түсінді, түсіндім деп жазыңыздар. Мен де бүгін шабыт оянып, сіздермен аяқ астынан жоспарсыз эфирге шықтым. Құптайсыздар ма? Дұрыс болды ма? Айналайын Ереке, қалайсыз? Баннер өте әдемі, рахмет. Осы баннер жасаған адамға Алла разы болсын. Ол баннер жасаған адам Ердәулет Көпжасар. Бәрекелді, супер. Енді сіздерге мен 24 сағат уақыт бар екен айтып өтейін. Құдайласа 17 мамырда, ертең емес ар күні 17 мамырда бізде курс басталады. Қандай курс дейсіз ғой? Өз-өзіңе психолог бол деген курс. Өз-өзіңе психолог бол деген курс. 4 айлық онлайн курсында проблемадан арылып, бақытты, бай, еркін, тәуелсіз, сенімді өмір сүруге арналған курс. Түсіндіңіз ба? Осы курс барысында мен бүгін сабақта айтқан техникаларды, теорияны практика жасаймыз. Кәдімгідей күнделікті практика болады. 3 күн практика, 1 күн демалыс. 3 күн практика, 1 күн демалыс. Сөйтіп жаймен дамимыз, иншалла. Кім дайын дамуға? Кім ары қарай дамуға дайын? Мен дайынмын деп жазыңыз. Кім ары қарай өзгеруге дайын? Дайынмын деп жазыңыз. Міне осы курстағы техникаларды қолданып, менің жұбайым, Айжан ханым, кеше ғана осы автокөлікке ие болды. Бұл автокөлік Айжан ханымның арманы болған. Бір күнде Матис креативті сатып, осы Lexus RX 300-ді алды. Бірінші медитация жасайды. Медитация барысында бір блокты анықтайды. Сол блокты шешеді. Алдымен. Яғни өзіне рұқсат ету. Өзіне рұқсат етеді. Осы көлікті 3 жылдай армандап жүрген, бірақ рұқсат етпеген. Түсініңіз, рұқсат етеді. Бір күннің ішінде ескі көлікті сатады да, үстінен ақша қосып, осы көлікті алады. Түсініңіз ба? Мына медитацияның біз білмейтін күші, құдіреті бар да. Мен өзім 12 жылдан бері осыны зерттеп келемін. 12 жылдан бері медитацияның арқасында қаншама адамдар ауруынан арылды, қаншама адамдар ақша блогынан арылды, қаншама адамдар отбасылық проблемасын шешті, қаншама адамдар өзінің жан дүниесін тыныштық орнатты. Бұл мынау материалдық әлемдегі өзгерісі. Айжан ханым менімен бірге өте көптеген медитация жасайды. Көптеген медитация жасаймыз. Тіпті шай ішіп отырамыз да, бір медитация істеп тастаймыз. Мінекей, сол медитацияның арқасы бұл бүгін ертең ғана өзгерген нәрсе емес, бұл бірнеше айлап жасалған жұмыстың нәтижесі. Егер сіз де сол нәрсені жасайсаңыз, осы техникаларды мен осы 120 күн марафонға енгізгем. Жаймен, әсте, жаймен, күнне бір қадам жылжып отырсаңыз, 120 күнде сіз 120%-ке өзгересіз да.
соның жемісін кейін көре бастайсыз, иншалла. 1 айдан кейін, 3 ай, 4 ай, 5 айдан кейін көре бастайсыз. Өзіңіз таң қаласыз. Бүгін ғана бір кісі жазып отыр, 79 топтан 3 күн болды, мен тұрмыс құрдым дейді. Үйлендім деп қуанып жазып жатыр да. Егер бойдақ болсаңыз, үйлене алмай жүрген болсаңыз, тұрмысқа шыға алмай жүрген болсаңыз, welcome, осы курсқа қатысыңыз. Үй алу техникасы бар. Қазір бізде 75 адам, қателеспесем, 75 адам үй алды, үй алу техникасын қолдану арқылы. 94 адам, міне 94-ші Айжан ханымыз көлік алды. Қанша? 38 беді, 42 меді? 43 адам ғой деймін. 43 адам бөпелі болды. Бүгін ғана Камшат ханым жазып отыр. Қай топтан деді? Есім шығып тұрған. Олды болды деп сүйінші хабарымен бөлісіп жатыр. Айжанға қандай рахат дейді. Ол кісі басында қиналды. Неге? Өйткені өзінің рұқсат берген жоқ қой. Ол медитация жасау арқылы іштегі блокты анықтап жойғаннан кейін ғана осы рахатқа ие болды да. Түсіндіңіз ба? Алма піс аузыма түс деген нәрсе жоқ. Бұл жерде кәдімгідей практика жасайсыз. Сөйтіп, жаймен алғашқы жемісті көре бастаған кезде, вау, күшті болады, иншалла. 48-ші бөпе дейді міне, 48-ші бөпе. Бірінші айын өттім, енді екінші айына қосылу үшін қашан сабаққа кірем дейді. Онда Камшат ханымға жазыңыз, Баян ханым. Камшат ханымға жазсаңыз, сізге келесі топқа қосып жереді. 40-шы топтан болады екен. Тамаша. Керемет емес па? Керемет па? От па? Оттың белгісін қойыңыздар. Керемет, от деп. Ал, Айжан ханымның көлігі. Міне, шашу отыр. Бүгін Нұрханның шашу енді терминатордың шашу. Әнеке. Әмин. Шашу енді терминатордың шашу. Әмин. Мінеке, сізде қалайсыз ба? Осындай жақсы Құдайдың беріп жатқан нығметіне қол жеткізіп, оңай, жеңіл түрде қол жеткізіп, ең басы рұқсат ету керек. Вот рұқсат ету үшін сіз білесіз ба, ішкі меніңізбен байланыс орнатуыңыз керек қой. Ішкі меніңізді қабылдауыңыз керек. Ішкі меніңізді тыңдауды үйренуіңіз керек. Түсіндіңіз ба? Содан кейін қана бұл нығметтер сізге қол жетімді болады. Негізінде Абай атамыз айтады ғой, Құдай береді, бірақ сендер алмайсыңдар дейді да. Құдай беріп жатыр жандарыма. Мысалы, Айжан ханымның өзі 3 жыл алдын вообще ойламаған. Ойбай, мен осы 21 жылы Lexus аламын деп. Lexus'тың иесі боламын деп мүлдем ойламаған. Мен де ойлаған жоқпын. 2016 жылы менде Алматыда үй болатын, менде Lexus болатын ойлаған жоқпын. Бірақ сол уақыттан бері жұмыс жасау арқылы, медитация жасау арқылы, трансформациялау арқылы, жаңа модель құрастыру арқылы менде пайда болды. Мен рұқсат еттім. Сізге де соны кеңес берем, рұқсат беруге. Көп адамдар жақсы өмір сүруге рұқсат бермейді. Оның себебін мен жаңа сабақта айтып өттім. Рұқсат берейік. Рұқсат беру үшін оны үйрену керек. Кімнен үйренесіздер? Рұқсат беруді үйренген адамнан үйренесіздер. Бірінші ұстаздарыңыз мен, 12 жылдық тәжірибесі бар. Медитация жасау бойынша менде 12 жылдық тәжірибем бар. 200-ден астам менің авторлық медитацияларым бар. 200-ден астам. Қазір 11 мемлекеттен шәкіртім бар. Құдайға шүкір. Аллаға мыңда бір шүкір. Менің үлкен мақсатым бар. Ол әлемнің ұлы, бақытты, бай, қуатты ұстазы болу. Миллиондаған адамдардың түйсігін ашып, олардың мынау жердегі Алланың орынбасары екенін сезіндіру ғой. Соған ықпал жасау, соған септік болу. Бұны осы менің негізгі мақсатым.
자주 아민 제 енді терминатор 자주 Міне бұл кешегі нөмір алуы, осындай нөмір бұйырыпты. Бұл ат деген сөз, Айжанның аты деген сөз. Бауыржан мырзаның айтуы бойынша өте дұрыс тауып отыр негізі. Так, оған дейін, осы міне бір неше күн болды, кішкене көрінбей қалды. Бізде 93-ші көлік нөмірі Камшат ханым алып отыр. Айжан ханымнан бір 2 күн алдын болды. 2 күн алдын Камшат ханымда осындай әдемі Hyundai Tucson деген көлікке ие болды. Камшат ханым осында отыр. Камшат ханым құтты болсын. Арғымағыңыз, сәйгүлігіңіз құтты берекелі болсын. Шын жүректен сізге де жақсылықтар тілейміз. Камшат ханым курста үйренген техника арқылы уже 3-ші көлікке ие болып жатыр. 3-ші көлікке оңай жеңіл жолмен ие болып отыр. Бұның барлығы фантастика деуіңіз мүмкін, бірақ бұл фантастика емес, бұл адамдар жасап, ал тіпті кейбір кісілер өзіне көлік алған, одан кейін жаңағы арендаға беретін көлік алған, сөйтіп дамып жатыр ше. Енді қараңыздар. Қазір мынаны скриншот жасап алыңыз. Қазір сіздің миыңызда жарылыстар болып жатыр. Вау! Да вы что? Қалай сонда? Как это деген дейді. Осы уақытқа дейін мен сұрағаным, дұға тілегім бәрі босқа кетті ма? Жоқ, олай емес жандарым сол. Біз сұраймыз, дұрыс, дұға жасаймыз, бірақ сіз оны саналы түрде сұрай алмайсыз. Сіз тілмен ғана сұрайсыз. Жүрекпен емес. Сол жүрекпен сұрай алмағаннан кейін біздің дұғамыз ол дұға емес та. Ол жай әшейін бір тақпақ немесе жаттау болып қалады. Мен соны түсінген кезде менде инсайт болды. Бір ғалымның сөзі бар дейді. Жаттанды дұға. Ол не деуші еді? Бір есімен шығып тұр. Одан айтқанын айтпай қойған дұрысырақ дейді та. Сондықтан сіз тілеген кезде, дұға жасаған кезде оны жүрекпен айту керек. Ал жүрекпен айту үшін не істеу керек? Маскаларды шешу керек. Түсіндіңіз бе? Сонда сіз жүрекпен айта бастайсыз. Енді скриншот жасап алыңыз. 17 мамырда бастайды. Ертең біз әр күн дүйсенбі күні бастаймыз, иншалла. Бір айға жеңілдікпен 24 000 теңгемен қатысуға болады. Бір ай, достар, 5 күн емес, 3 күн емес, 10 күн емес. Мен жаңа естіп отырмын, бір күндік тренингтер 100-150 мың теңге тұрады дейді. Жаным ау, ел жұрттар бір күнге 150 мың теңге тренингке қатысып жүр. Ал сіз 4 айға 74 мың теңге төлейсіз. Соның жартысы 74 мың теңге 4 айға. Бұл жеңілдікпен. Негізін 165 мың теңге бағасы 4 айға. Бірақ жеңілдікпен 74 мың теңге. Сонда қанша ақша сіз экономдаватсыз? Бір айға 50 мың теңге емес, 24 мың теңге дәл осы бүгін ертең тіркеліп алсаңыздар болады, иншалла. 10 мың теңге дәл қазір бронь жасап қойыңыз. Орын толып қалмай жатып, өз орныңызды бекітіп қойыңыз. Дәл қазір осы Каспиге 10 мың теңге салып қойыңыз. Сөйтіп, ертең қалған төлейсіз. Немесе бірден бір айға 4 айға төлеп қойыңыз. Ең жақсы 4 айға бірден төлеген дұрыс. Ойлап жүрмейсің, ой, келесі айға ақша табу керек, келесі айда не болады екен, анау мынау деп ойланбайсыз да. Бірден ниет қыласыз, 4 айға бол, осы 4 ай бойы мен өзім дамытамын деп. Точка, все. 4 ай бойы бізбен жұмыс жасайсыз. Біз сізбен жұмыс жасаймыз. Серттес болып, ұстаз шәкірт болып. Курс қалай өтеді? Электрондық поштаңызға күнде тапсырма жіберіп отырамыз. Таңертең ерте, кешкі 10-ға дейін қарап, көріп, біліп, тыңдап, ортақ топқа өзіңіздің инсайттарыңызбен, өзгерістеріңізбен есеп беріп бөлісесіз. Кураторларыңыз болады, бақылайды, бағдар береді, бағыттайды. Мен боламын, аптасына 1 рет келіп сіздердің сұрақтарыңызға жауап беремін, сырттай бақылаймын. Сөйтіп жаймен әсте дамимыз. 3 күн практика, 1 күн демалыс. Бәрін мен есептеп қойғанмын. Жалықпайтындай қылып. Окей? Келістік па? Сондықтан 83-ші тобымызға шақырамын. Иншалла 17 мамырда 83-ші тобымыз бастап алады.
скриншот жасап алыңыз, бүгін ертең төлеп тіркеліңіз. Одан кейін достар, басқа мемлекеттен болсаңыз қатыса аласыз. Қырғызстан, Өзбекстан, кесілген елден, мемлекеттен, қаладан қатыса аласыз. Бұл онлайн курс. Басқа мемлекеттен болсаңыз, Камшат ханымға жазыңыз. Камшат ханым нөмірі міне төменде жазылып тұр, 8140. Бұл Камшат ханым нөмірі. Камшат ханым сіз тіркейді. Nissan Hyundai Tucson алған Камшат ханым сізді тіркеп қояды, әдемілеп түсіндіріп. Келістік па? Кім келісті, кім түсінді, түсіндім, келістік деп жазып қойсаңыздар. Мен Өзбекстан дейді. Өзбекстаннан өте көп адамдар қатысып отыр бізде. Қатысып кеткендер бар. Тіпті Өзбекстаннан келіп, тренингке қатысқан кісілер бар ғой. Мен медитация жасап едім, ағам, анам ақша берді. Тарихта бірінші мәрте. Ну вот, міне. Айттым ғой, көрдіңіз, медитацияны жасасақ, дұрыс жасасақ. Құдайдың беріп жатқан нығметі келе береді ол. Біз өзіміз жібермейміз да оны өмірімізге. Сатекова Бақтыгүл 83-ке жазылдым, алға деді. О, тамаша Бақтыгүл ханым. Мен сізді бүгін көрдім жазылғаныңызды. Куратор кім болады? Камшат ханым кім болады? Бізде кураторлар бұл топта. Пока Камшат ханымнан сұраңыз, кураторлар кім болатын? Камшат ханым сізге айтады. Кейде сіздер Камшат ханымға аударып жүресіздер. Камшат ханымға аудармаңыздар, маған аударасыздар, менің нөміріме аударасыздар. Камшат ханымға чек жібересіздер. Толық ат жөніңіз, электрондық поштаңызды жібересіз. 4 ай 24 мыңнан бөліп төлеуге бола ма дейді. 4 айда 24 мыңнан бөліп төлесеңіз болады. Өзбекстаннан қатысу үшін Камшат ханымға жіберіңіз. Камшат ханымға WhatsApp-қа жазыңыз. Сізге золотой коронамен немесе ең тиімді золотой коронамен аударсаңыз болады. Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей сіздерде ең тиімді осы. Ал басқа шетелден Western Unionмен немесе тоже сол золотой коронамен аударсаңыз болады. Ораса Жумаева, сіз тіркелдім деп атсыз ба, әлде басқа нәрсе деп атсыз ба? Супер. Лайктарыңызға көп рахмет. Күшті әдемі лайк кетіп жатыр, жүректер. Вау, 83 топта. Ой, сіздердің кураторларыңыз күшті куратор болайын деп тұр. Ардагер куратор, Талдықорғаннан Ақбота ханым. Ол кісінің дауысы енді өзі медитация ғой, дауысының өзі. Одан кейін әдемі сымбатты супер кураторымыз Жанар ханым болады. О, супер. Бұл топқа тіркелгенде арманда, тіркелмегенде арманда ғой. Сәуле дейді, бірінші дистанцияны аяқтап, түйіспен жұмыс жасап жүрмін. Молодец. Сабақ қанша уақыт болады, сағат қаншада басталады? Сабақтарының барлығы таңертең 5-те сіздің электрондық поштаңызға жіберіледі. 5-те тұрып қарайсыз ба, 10-да тұрып қарайсыз ба, 12-де тұрып қарайсыз ба, өзіңіз білесіз. Ең басы кешкі 10-ға дейін қарап, бітіріп, көріп, есеп берсеңіз болды. 3 күн практика, 1 күн демалыс. Қазір метод жасап өтсеңізші, сіздің сабағыңызға қатысайық деп, сұрайық деп па? Түсінбей қалдым сіздің неңізді. Тіркелдім Бәйдібек ауданынан еді. О, Ардақ ханым. Есімдесіз. Миға тапсырыс бердім дейді. Молодец.
Аха. Ары қарай дамытқым келеді. Супер, өте қуаныштымын. Әр дистанция сіздің әр қырыңызды ашады. Солай істеп қойғам. Барлығы бір-біріне ұқсамайды. 4 ай 4 түрлі бағытты ашады. Және 4 түрлі идея, құндылықтарды сізге үйретеді. Қалыптасу үйретеді. Сондықтан да курстың атын мен өзіңе психолог біл деп атап қойдым. Неге? Өйткені психолог деген сөз ол жан әлемін тыңдай алатын адам ғой. Жанды зерттейтін адам, жанды білетін адам. Сондықтан да өз-өзіңнің жаныңды тыңда, өз-өзіңнің жаныңды зертте, өз-өзіңнің жаныңды таны деген мағына бұл. Егер әр адам өзінің жанын танып, тыңдап, сол жанының қалауын істейтін болса, ол адам нағыз бақытты адам негізінде. Сондықтан да «Душа» деген фильмді көріңіздер. Ол жерде жаңағы пианист болады, мұғалім, сабақ береді, бірақ оған ұнамайды. Оның арманы джаз клубта пианист болу. Бірақ оған анасы әрдайым манипуляциямен жоқ, оған бармайсың, сен мынаны жаса деген айтып отыр. Бірақ жаны оны қаламайды. Сөйтіп ол қайтыс болады, комаға түседі. Сонда оның жаны ар жаққа кетіп қалады. Қызықтың бәрі сол кезде басталады. Ауруға қатысты бола ма? Қатыссам дейді. Ауруды трансформациялау бола ма? Я, бірінші айда болады. Бірінші айда ауруды трансформациялау медитациясын береміз. Менде күшті өзгерістер болып жатыр. Сәуле ханым, келесі тікелей эфирде шығыңызшы, тікелей эфирге менімен бірге. Қандай өзгерістер болғанын бөлсеңіз. Келсеңіз, келсем деп жазып қойсаңыз. Менде тіркелгім кеп тұр дейді. Дәл қазір мүлдем мүмкіндік болмайды. 83 топқа ілігіп кеткім кеп тұрғаны 83 менің жылым сәтімен болар еді ғой дейді. Сізде әлі уақыт бар, бүгін бар, ертең уақытыңыз бар. Бүгін ертең уақытыңыз бар тіркелуге. Сіздерде енді вау, көп деген мүмкіндіктердің есігі ашылайын деп тұр ғой. Алланың шексіз нығметін сезіну бұл үлкен бақыт негізі. Қорқынышты ойлардан арыла аламыз ба деді. Медитация бар арнайы. Арнайы кинотеатр медитациясы бар. Именно осы қорқынышпен жұмыс жасауға арналған. Өзімдегі бүкіл блоктардан арылдым, сөзбен айту мүмкін емес дейді. Ой, рахмет, Сәуле ханым. Қатысым келіп отыр. Пожалуйста, келіңіз, қатысыңыз, өзгеріңіз. Онлайн болады. Мен де қатысам деп шештім. Супер. Келіңіз, қатысыңыз, өзгеріңіз. Өзгертіңіз қоршаған ортаңызда. Сіз өзгерсеңіз, қоршаған орта өзгереді. Қоршаған орта өзгерсе, еліміз өзгереді. Ел өзгерсе, бүкіл әлем өзгереді. Көп балаларға скидка бар ма? Бар. Көп балаларға скидка бар. Оны сізге Кәмшат ханым түсіндіріп айтады, әдемілеп тұрып, мейірім махаббатпен. Жандарым сол, қайырлы түн. Мен 10 минут артық сөйлеп қойдым. Кешірім сұраймын. 40 минут сөйлеймін дегенмін. Жоқ, 20 минут артық сөйлеп қойыппын. Дегенмен де эфир маған ұнады, жеке өз басыма. Сондай бір жақсы энергия сезіліп тұр сіздерден. Сондай бір жақсы кері байланыс сезіліп тұр. Рахмет. Осы бүгін эфирдің аудиосын менің телеграм каналынан тыңдай аласыздар. Алмас Ақын деп терсеңіздер шығады. Телеграмнан немесе сілтемесін сториске салып қоям. Инстаграм, ютуб каналдарыма тіркеліп қойыңыз. Бүгінгі эфирді скрин жасап, мені белгілеп, қандай инсайт алдыңыз? Осы Алмас Ақынға тіркеліңдер деп айтып қойыңыздар. Окей?
Медитация неге діни ұстаздардың бәрі қарсы дейді? Жоқ, бәрі қарсы емес, сізге айтайын. Бәрі қарсы емес. Мен өзім сол мешіт имамдарымен сабақ өткізгенмін. Именно блоктарды шешуге байланысты, ораторлық өнерге байланысты сабақтар өткізгенмін. Сол кезде біз жасағанбыз медитацияны. Просто медитация деген сөзді, ол жерде сөздің өзін талқыға салады. Ал медитация деген нәрсені оны дұрыс түсіну керек та. Ол жайлы мен ютубта жауап бергенім бар. Именно осы медитация харам емес па деген. Алмас Ақын медитация харам емес па деп ютубтан іздеңіз. Ол тұр, ол бар, соны тыңдаңыз. Сол жерде мен айтып өтем. Ақ қарасын ажыратып өтем. Қай уақытта ол харам болады, қай уақытта ол халал болады дегенде ғой. Бүгінгі эфирді ютубқа салам иншалла. Жақсы, бәріңізге сәттілік, түн қайырлы болсын, тағы да айт құтты болсын. Келесі эфирде кездескенше сау саламатта болыңыздар.